қоқысқа тастап кетіпті. Мен бұл сөзді көп естігем, бірақ сол қоқысқа көмілген балалардың бірін көрем деп ойламаппын. Қазақ әйелінің жүрегін жібіте алмаған қаршадай қыз америкалық әйелдің құшағынан сая тапты. Род-Айленд немесе Оушен мұхит штаты ақштағы жер көлемі жағынан ең кішкентай штат. Англияға қарсы тұрған американдық 13 колонияның бірі кезіндегі 1 миллионнан астам халық санағында қазақ балалары да бар. 5 жылдан кейінгі екінші кездесу қазақ әйелі қоқысқа тастап кеткен қазақ қызын асырап алған осы Сьюзен Саксон. Сара сабақта болғандықтан тура мектебіне тартып кеттік. Бұл Провиденс қаласындағы ең таңдаулы мектептердің бірі. Онда Сара 8-ші сыныпқа дейін оқиды, одан кейін басқа мектепке ауысады. Айтпақшы, Сара мен осыдан 5 жыл бұрын танысқан едім. Тағы да жолығудың сәті түсті. Адам құқықтары, бала құқығына қатты мән берілетін мемлекет. Мектепке кірдік, бірақ барлық жерді сүруге рұқсат берілмейді. Тек нақты рұқсат етілген жерлерді ғана сүреміз, және рұқсат етілген балаларды ғана сүре аламыз. Оқушылар, «О, Сара, сен жұлдызсың ғой» деп бәрі тамсанып қарап қалыпты. Байқалады, Сараның бойында қазақ қызына тән қасиет. Аздап қысылып, ұялып тұрғанын сездім. Мектепте менің отаным қазақ елі екенін бәрі біледі. Достарым сұрады, сіздер жайында кімдер, қайдан келді деп. Мен Қазақстаннан мен іздеп келді. 2009 жылы да сұхбат бергенмін деп айттым. Олар, «О, сен танымалсың ғой, қандай күшті, сені ұмытпайды екен» деп айтты. Мен жақсы болып қалдым. Менің қазақ есімім Сәкен. Мен туған еліммен байланысты үзгім келмейді. Қазақ екенімді мақтан тұтам. Бұл мен үшін абырой, мақтаныш. Мен қазақпын. Өз мәдениетіме жақынмын деп ойлаймын. Қазақ тарихын әрқашан оқып, зерттеп отырам. Сәкен 3,5 жасына дейін Алматыдағы жетім балалар үйінде тәрбиеленді. Одан кейін оның жаңа отбасы пайда болды. Анасы, әкесі. Бірақ қазақ отбасы емес, америкалық отбасы оны асырап алды. Мұхит асырап алып кетті. Бірақ Сәкенді асырап алғаннан кейін, 2 жылдан кейін америкалық отбасы да екіге айырылды. Менің бұрынғы елім кішкентай балаларды өте қатты жақсы көретін. Өзім көп жұмыс істейтінмін, уақытым болмайтын. Сол әйелімнің шешімі бойынша біз тағы бір бала асырап алдық. Екеуміздің ортақ, туған бір ұл, бір қызымыз бар. Олар есейіп өз өмірлерін құрып кетті. Ажырасуға не себеп болды? 2 жылдан кейін үлкен отбасы, 3 бала. Біз бір-бірімізбен бақытты болмадық. Қазір бақытсыз ба? Өте бақыттымын. Мен үшін ең бастысы денсаулық. Денсаулығым бар ма? Мен бақыттымын. Маған бәрібір тіпті үй жайым болмай, көліктің ішінде тұрсам да ең бастысы денсаулығым бар. Қазір бір әйелмен кездесіп жүрмін. Оның да бала шағасы бар. Ажырасқан.
Тоңазытқышқа жапсырылған мына суреттегі келіншек Дэвид Моровицтің қазіргі ғалымдығы. Шетелдіктер үшін бұл ерсі емес, ақты ақ, қараны қара деп айтады. Осыдан бірнеше жыл бұрын апатқа ұшырап өлім аузынан қалғалы бері денсаулықтың, өмірдің парқын қадірлейді шынында да. Бір аяғы тізеден төмен қарай жоқ, протезбен жүреді, өзін қатты күтеді, спортпен айналысады, қазір бізге осыны көрсетіп жүр. Maybe clap, I don't know. Maybe clap? No. A little bit. Yeah, it's hard. Oh! Ер адам болса да үйдің тазалығына, реттілікке қатты мән беретіні айнадай таза жинақы бөлмелерден көрініп тұр. Асты да өзі әзірлейді. Кіре сала бізден сұрады: спагетти жейсіздер ме? Көбірек салайын дейді. Мына қазанға кеспемен қосып тұшпаранды сүңгітіп жіберді. Бұдан қандай тағам шығарын мен әзірге білмеймін. I am. Oh! I am. Oh! Look at my head. So long. Come on. Give it to me. In my job, I get to Сара өзі жүзінен күлкі кетпейтін өте жақсы, мейірімді қыз. Ол үнемі адаммен бірінші амандасады. Бұл мектепке 3 жасында келді. Мен оның футболдан жаттықтырушысымен жақсы араласам. Басқасын атамағанда ол спорттың осы түрінен де ерекше қабілетті. So I've gotten to see her. Well done. Good, here, pass me again. I'll get it back to you. Ready? Got it. Yeah, here we go. Nice. I got you. Nice! Oh! Ready? Сараның мектебінің 100 жылдан астам тарихы бар. Мұнда балалар 3 жастан қабылданып, 13 жасқа дейін тәлім алады. Сабақ кабинетте ғана емес, табиғат аясында да жүреді. Бір сыныпта 12-13 оқушыдан аспайды. Сара осы оқу жылы аяқталған соң жоғарғы сыныптарға арналған басқа мектепке ауысады. Every Friday we have a assembly and it's usually for about like an Әр жұма сайын сабақ ерте аяқталып, қосымша дәрістер басталады. Мұны біз activity деп айтамыз. Ұстаздарымыз түрлі ойындар ойлап табады. Тек бір сыныптың ғана емес, жас мөлшері әрқалай оқушылармен біргеміз. Мысалы, мына сабақта мұғалім өзінің жақсы көретін нәрсесін айтады. Сол кезде оның айтқаны өзіне дөп келетін бір оқушы қол көтереді, жіпті соған лақтырады. Ол өз кезегінде хоббиін айтады. Осылайша жіп бірінен біріне өтеді. Ұстаз осы ойын арқылы шәкірттеріне не ұнайтынын, келесі сабақтарда олардың қызығушылығын қалай арттыруды біледі. Ал балалар бірін-бірі жақсы тани түседі. Сөйтіп достарымыз да көбейеді, қарым-қатынасымыз жақсарады. teachers want to do a bunch of other fun stuff with us. Сара мектепті қатты жақсы көреді. Осы маған ұнайды. Ол еңбекқор, өте сыпайы. Бәріне әрдайым көмектесіп жүреді. Сараның ерекшелігі кейбір оқушылар өздерінің сыныбындағы балалармен ғана бірігіп жұмыс істей алады. Ал ол бәрімен тез тіл табысып, жарасып кетеді. Мен қоғамтану сабағынан дәріс беремін. Біз тарихи оқиғаларға сүйене отырып, оқушыларға адамдар арасында қалай байланыс орнату керегін, қақтығыстар мен шиеленістердің неден туындайтынын, қарым-қатынасты қалай түзетуге болатынын, шығарма жазу арқылы адамның бірінші өзін өзі тануын, сол арқылы қоғамға қандай көмегі тиеді, қандай да бір нәрсені өзгертуге қалай ықпал жасай алатынын үйретеміз. Осы тұста Сара өзінің алғырлығымен, ақыл парасатымен, белсенділігімен ерекше көзге түседі. Өткенде бір сабақ болды. Бір іс бойынша сот отырысын жасадық. Судья, прокурор бәрі болды. Мен қылмыскерді айыптаушы жаққа да, қорғаушы жаққа да қойып көрдім. Бір таңғаларлығы Сараның басшылығымен оның группасы үнемі жеңіс тапты. Яғни ол өзінің ойын, пікірін дұрыс жеткізе алатын, айтқанына сендіріп дәлелдей алатын, критикалық ойлау жүйесі мықты дамыған талантты оқушы. Мен оның болашағынан зор үміт күтемін. False assumptions. The teacher that you were just interviewing, Mr. Bernstein, Осы сотқа қатысты сабақтан кейін менің келешекте заңгер, адвокат мамандығын игеруге ынтам ауды. he's a really awesome teacher.
Әке ретінде ең бастысы оны шынайы болуға, адал болуға тәрбиелеймін. Екеуміз дос сияқтымыз, мен одан еш нәрсе жасырмаймын. Кез келген тақырыпта сөйлесеміз. Мен оған ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып отырамын. Бірақ шешімді өзі қабылдайды. Маған ұнайтыны, ол өте қайырымды жігіт. Қазір еріктілердің қатарына қосылып, мүгедек балаларға көмектесіп жүр. Осы әрекетін қоштаймын. Мінезі жақсы. Оның болашағынан үлкен үміт күтемін. Биік белестерді бағындыратынына сенем. Оның барлық нәрсеге икемі бар. Бәріне бейімді. Адамдармен тез тіл табысып кетеді. Мен спортпен айналсам, күресті ұнатам, баскетбол ойнаймын, волейбол, теннис ойнаймын. Негізі қоғамда жақсы адам болғым келеді. Ең маңыздысы сол. Мені құрметтесе, мен де сыйлай білем деп ойлаймын. Бұл менің ұстанымым. Өзіңе қандай құрмет қаласаң, өзгелерге де сондай құрмет көрсет. Жақсы адам бол. Жамандық жасама, ұрлық жасама. Егер сені кемсіткен жағдайда өз абыройыңды сақтау үшін батыл бол. Жастық шақ тез жоғалады, сондықтан бойыңда қуатың барда еш нәрседен қамықпа, уақытыңды дұрыс өткіз, ешкімге жамандық жасама. Бізде мынадай бір мақал бар. Жасыл шөп терезенің ар жағынан әрқашан жасыл болып көрінеді. Сондықтан барды қанағат тұтып, өкінбеу керек өткенге деп Сәкенге айтып отырамын. Мен ешқашанда ешкімге опасыздық жасаған жоқпын. Осы тұрғысынан өкінішім жоқ өткен өміріме. Қолым ауырып кетті. Әкел өз машайды. Әлі де шынығу жаттығу керек саған. Сәкен Колин ержетті, үлкен азамат болды, денсаулығы жақсы, мектепте үлгерімі жоғары. Ол менің ұлым болғаны мен үшін абырой. Біз оның анасымен ұрыс-керіспен айырылысқан жоқпыз, дос болып қалдық. Екеуара шештік те ың-шыңсыз барып ажырастық. Мен одан алыстап кеткен жоқпын, үйіміз жақын, 5 минуттық жер. Балалармен кездесуге, оларға қарауға ешқандай шектеу қойған жоқ. Қанша уақыт қаласам, сонша уақыт өткізе аламын. Кейбір мейрамдарда мен балалармен, олардың анасымен бірге бас қосып, ас ішеміз, бірге уақыт өткіземіз. Мен анаммен тұрам, тағы 3 итіміз бар. Мамамның жұмысы күндізгі 3-тен түнгі 12-ге дейін ауруханада. Сондықтан күніге кешке әкемнің үйіне келем. Қайтып үйге барып қонамын. Анам мені жақсы көреді. Ол біледі сіздердің келетіндеріңізді. Бірақ жұмыстан босай алмады. Ал әпкем Нью-Йоркте. 2 айда 2-3 рет кездесеміз. Ағам алыста отыратындықтан жылына 2-3 рет көріп тұрам. Осыдан 5 жыл бұрын Сәкен мен Сара осында еді. 2 бөлек қалада тұрса да кішкентайларынан бірге өсті. Екеуі де жетім еді бір кезде. Екеуі де Алматыдағы балалар үйінен пана тауып еді. Екеуі де сосын шетелдік отбасының қарамағына берілді. Бірақ көп ұзамай Сәкенді асырап алған ерлі зайыптылар 2-ге бөлінген сияқты. Сараның да американдық ата-анасы ажырасып тынды. Бұл олардың көңілдеріне қаяу түсірген анық. Өйткені сәби кезінен асырап алғаннан кейін американдықтар олардың туғандай болып кеткен. Ал туған әке-шешенің дәм-тұзы жараспай кетуі баланың жүрегінде бітеу жараға айналатыны сөзсіз. Сараны асырап алған Сьюзен Саксының бұрынғы зайыбы мына адам. Екеуінің ортақ қызы болған соңда ол Сарамен жиі кездеседі. Туған күнін бірге атап өтеді. Айтпақшы, Сараның қайдан табылғанын айттым, ал Сәкенді Туған анасы перзентханада қалдырып кеткен. Оның фамилиясы Арымов, бірақ бұл рас па өтірік пе оны білмеймін. Балам өскен кезде мен одан сұрадым, қалай, сенің туған шешеңді тауып берейін бе дедім. Ол еш нәрсе айтпады, сұрамады. Егер қаласа, іздеуге кірісемін. Туған әке-шешемді күнде ойлаймын деп айта алмаймын. Әрине бір мүмкіндік болып жатса кездесер едім. Көргенде танысқаныма қуаныштымын. Мен сендердің туған балаларыңмын деп айтар едім. Өздері туралы сұрайтын едім. Үштен асқанда оған мамаң сені қатты жақсы көрді деп айтатынмын. Ал өсе келе баланың санасы өзгереді, сұрақтар өзгереді. Қатты жақсы көрсе, неге мен саған берді, неге жіберді деп сұрайтын болды. Ол 12 жастан асқанда ақырындап шындықты айта бастадым.
Ал қазір оған 2001 жылы мен сені асырап аларда Қазақстандағы халықтың жағдайы қазіргідей жақсы емес еді. Көбісінің тұрмысы төмен болатын. Бәлкім сенің ата-анаң сені бағуға шамасы келмеген болар. Немесе тағы бір себеп тұрмысқа шықпай бала табу қазақ халқына жат болған, ұят саналған. Мүмкін сондықтан сені қалдырған шығар деп айтамын. Ащы болса да есейе келе бала мұндайды дұрыс қабылдай бастайды. Туған ата-анаң туралы ойлайсың ба? Yes. Иә, негізі менің олар туралы ойламауым дұрыс емес болар еді. Олар болмаса, мен дүниеге келмес едім. Мүмкін кішкентай кезімде мен туған анамның әрекетін түсінбес едім. Қазір түсінуге тырысамын. Ол менің келешегімді, қауіпсіздігімді ойлады ғой. Болашақта менің еш нәрседен қиындық көрмегенімді қалағандықтан қалдырған шығар. Ол менің тағдырым қалай болады екен деп қазір де уайымдайды, алаңдайды деп ойлаймын. That I get to be here and actually learn about it. On occasion, like sometimes we do like class. Бастауыш сыныпта оқыған кезімде бізде қосымша сабақтар болатын. Түрлі тапсырмалар беретін. My dad has Шашыңның, көзіңнің түсі қандай, әке-шешеңнің шашы қандай түсті деген сұрақтарға жауап берер кезде қиналатынмын. that brought my attention to what my biological parents were like. Неге менің шашым қара, неге бір-бірімізге ұқсамаймыз деп түсінбейтін. Think of what Осы қатты мазалайтын. they were. So no, I don't really. Өсе келе түсіндім, олардың туған баласы емес екенімді, қазақ ұлт екенімді. Бірақ менің әкем кім, шешем кім дегенді ойламауға тырысатынмын. Opportunity should occur. Балаға өткен өмірі туралы еш нәрсені жасырмаса да айна қатесі айта алмайтын ақиқат болады. Бұны салқынғанды эмоцияға, сезім еремдеріне көп беріле бермейтін американдықтардың да жеткізуге жүрегі дауаламайды. Сьюзен Саксон Сараның қоқыстан табылған туралы сырды одан бүгіп қалыпты. Осыдан бірнеше жыл бұрын еліміздің оңтүстік өңірінде Қытайдың ала дорбасына салып көкек ана қоқысқа тастап кеткен шақалақты аш құрсақ иттер талап өлтірген еді. Ал Сараның көретін жарығы бар екен. I don't know. Туған анамды көргім келе ме, келмей ме, білмеймін. Айта алмаймын оны көру мен үшін бір арман деп. Бірақ Қазақстанды барып көргім келеді. Бір нәрсені анық білемін, ол менің туған жерім қазақ елі. Ол өте әдемі, күшті мемлекет. It's like a big step that I really want to take. It's very important. Қазақстанмен байланысты үзбеу қызыма ғана емес, мен үшін де маңызды. Өзім де қазақ ел жайында бәрін білу керекпін деп санаймын. People who were adopted. Бұл американдық әйелдің бізге жақсы көріну үшін айта салған сөз емес. Ол тірлігінің тынысы қазақ қызының қазақ елімен байланысын үзбеу арқылы ақша азаматтар асырап алған басқа қазақ балаларының да отанын ұмытпауына жол салды. Бұл идея алғашында жай ғана Қазақстаннан асырап алған балалардың кездесуін ұйымдастырудан туды. Ол кезде Сара 2 жаста еді. Кейін қызыма қазақтың мәдениетінің тарихын айтайын десем, ешқандай ақпарат ешбір ұйым таппадым. Қазақстан туралы көп мәліметтер керек болды. Ол 3-ке келгенде өзім бір ұйым ашайын деп, Америкадағы қазақтарды іздедім. Осында тұратын балетмейстер Жанат Байдаралинді тауып, сол кісімен ақылдаса отырып аштық қазақ ауылын. Оның дизайнер суретші Данияр деген ұлы бар еді. Басында бағдарламамыздың бәрі сол отбасының идеясымен құрылды. Олар қазақ ауылының жандануына көп еңбек сіңірді. Бірақ Қазақстанға көшіп кетті. Енді өзім осы ұйымның директоры ретінде бүкіл ұйымдастыру жұмыстарымен айналысамын. Бас консулдығындағы консулдар ретінде алдын ала ескертіп, барып, олардың жағдайын тексере аламыз. Ұйымдастыратын шараларында елшілік, бас консулдық ретінде оларға барып кездесеміз, олармен білгенімізді үйретеміз. Елшінің өзі жаңағы Сьюзен Саксонмен кездесті. Жазда олар 10 жылдығын тойламақшы. Қазақ ауыл ұйымдастырған шараларда барлық сол Қазақстаннан асырап алған балалар бірге болып, өзіне құсас балаларды көріп, жаңа қоғам қалыптасады, сондай. Және жаңағы мәдениетін үйренеді, тарихын үйренеді. Бұл Америкада қазақ жайлауы, Қызылөрік осылайша ақшқа да жетіпті. Асырап алған балаларының жүздерін көрсетуге көбісі рұқсат бере бермейді. Неге рұқсат бермейді? Өйткені олар қорқады, оларды түсінуге болады. Мүмкін қазақ жеріндегі осы балалардың ата-аналары танып қалса, көріп қалса, жағдайдың ушығып кетуі мүмкін. Сондықтан да қазақ жайлауындағы жазда жиналатын, Американың барлық штаттарына жиналатын
балаларды біз сіздерге көрсете алмаймыз. Бұл Рот-Айленд штатында 2004 жылы құрылған қазақ ауылы жыл сайын жазда ұйымдастыратын жайлау деп аталатын лагерден көріністер. Жайлауға ақштың 35 штатынан американдықтардың қамқорлығына өткен қазақстандық жетім балалар жиналады. Қарагөздер қазақ халқының ән-жырымен сусындап, ұлттық ойын, тарихына, мәдениетіне қанығады. Өмірлік стандарттар өзгергенмен адамның бір-біріне деген қарым-қатынасы өзгермейді. Ал мынау мәдениет, салт-дәстүр дейтін нәрсе, ол мынау адамдарды бір-бірімен жақындастыратын нәрсе. Қазақ ауылының басты мақсаты қазақ балаларының бойындағы қазақылықты сақтап қалу, оларды тамырынан ажыратпау. Жайлау күшті, маған ұнайды. Ол жақта домбыра тартуды үйрендік. Сондай-ақ қазақтың ұлттық билерін үйрендік, тарихын оқимыз. Тарихын оқығанда маған бір нәрсе қатты ұнады. Ол бір ру болған екен. Жауынгерлер жорыққа шығарда, жауға қарсы шыққанда олардың жалауында қасқырдың суреті болған. Атауын ұмытып қалдым. Сол қатты ұнады маған. Білесің бе бір сөздерді қазақша? Yes. I know rock me X means thank you. Salbul means bye. Salyam means hello. And that's basically. Осылар есімде қалды. Yeah. Сара, сенің ойыңша қазақтар қандай халық қазақ? They're awesome. I mean, Жайлауға бізге қазақ мұғалімдер келеді. Гүлмира, Диляра, олар бізді сондай жақсы көреді. Солардан байқағаным қазақтар өте мейірімді, ашық, ақ көңіл болып келеді. Қазақша үйренгің келе ме? yes. I mean, I feel like Әрине, қатты үйренгім келеді. Жайлауда қазақ тілін үйретеді бізге. Қазір сендердің қазақша сөйлегендеріңді естіп, одан сайын қазақша үйренгім келіп кетті. statistically. Гүлмира Өміртаева деген қыз бар, ол кәсіби қобызшы. Балаларға қазақ музыкасынан дәріс береді. Гүлмира біздің қазақ ауылының лидері, ол студент. Техас штатында, Хьюстон қаласында тұрады. Диляра Шамаева деген кәсіби биші бар. 7 жыл болды, Алматыдан келіп тұрады. Соңғы жылы 3 адам шақырды Қазақстаннан арнайы қосымша сабақ беруге. Ересек балаларға Ерден Зегебай деген азамат қазақ тарихын оқытады. Қазақ тіл сабағын жүргіземіз шамамыз келгенше. Үмітана деген қазақ әйел бар, осында Америкада тұратын, сонымен бірге Ботагөз деген қызды асырап алған Джин деген әйел өткізеді. Біздің қазақ мұғалімдеріміз шынайы махаббатпен, балаларды жақсы көріп сабақ береді, көп көңіл бөледі. Біз туыс болып кеттік. Тек қазақстандық балалар ғана емес, Сараның сыныптас достары да лагерге келеді. Жайлау қазақ балаларын бір-бірімен жақындастырады. Оларға қуат береді, қазақ екендерін саналарына сіңіреді. Американдық таным түсінікпен өсіп келе жатқан балаларға ұғынықты болу үшін жайлауда рэп арқылы қазақтың айтыс өнері де насихатталады. Сара, сен бұрын мен келген кезде айтқансың, қазақтар жаңағыдай домбыра тартуды үйренемін деп. Үйрендің бе? I didn't learn a lot. Әрине, үйрендім, бірақ домбыраның құлағында ойнаймын деп айта алмаймын. Кәсіби түрде жетілдіру керек. Бір тойға барғанда күй тартқанмын. I think I have learned more than I have when you left. Сара, домбыраны да үйреніпсің. Суретке Сарамен түскен мына қыз естеріңізде болар. Өткен хабарымызда мың бұралып билеген Жанна. Ол қазақ ауылына үзбей келеді. Ал мынау Ботагөз. Дәл осы қызды асырап алған американдық әйелдің қазақ тіліне құлшынысы жоғары. Күтіңіздер, оларды келесі бағдарламаның бірінде көрсетеміз. Please, what's the date? Put the glasses here if you get some napkins out. Міне, тұшпара қосылған кеспе де дайын болды. Okay? Қазақстандық балаларды асырап алған америкалық отбасылардың үйлеріне барғанда тіпті су сынбайтындары да болады. Еуропалықтар да солай. Біздегі қонақ жайлық оларға тән емес, бірақ мына отбасының жөні бөлек.
осы қазақ баласымен, Сәкен Колинмен, осы отбасыға да қазақылық, қонақжайлық, қазақылық қасиет сіңген сынды. Kazakh people are gentle. Қазақ халқы өте сыпайы, қонақжай, қарапайым, намысшыл халық. Мен көрген қазақтар сондай болатын. Ешбір жаман қазақ кездестірген жоқпын. Ал қандай да бір себептермен өз перзенттерінен бас тартқан қазақ ұлтының өкілдері туралы еш нәрсе айта алмаймын. Баланы қалдыру қандай адамға болмасын ауыр. Балаларын өздері өсіре алмағандар үшін олар қатты өкінеді. Сара мен үшін осы өмірдегі ең қымбат адам. Ол менің қызым. Бұдан артық бұл дүниеде маған еш нәрсе керек емес. Сьюзан Саксонның ұлты еврей, Америка сан ұлт топтасқан мемлекет болса да, әркім өзінің қайдан екенін, кім екенін естен шығармайды. Сол сияқты Сараның да яхуди емес, қазақ екені ешкімге құпия емес. My mother is Jewish and my father is Christian and I am Kazakh. Менің анам еврей, әкем христиан, өзім қазақпын. Қазақ елі мұсылман болғандықтан мен де мұсылман болуым керек деп ойлаймын. We are going to spend New York. Біздің Сәкенге қойған сауалымыздан оның бізден сұрағаны көп болды. Сәкенді қазақ халқына қатысты барлығы қызықтырады екен. Күнделікті тіршілігіміз туралы, ұлттық валютаны, теңгенің долларға шаққандағы бағамын, қазақтардың қандай спорт түрлерімен айналысатынын, біздің елде қандай өнімдер шығарылатынын, тіпті цирк бар ма жоқ па деп те сұрақты бастырмалата берді. Шамамыз жеткенше қазақ елінің басымдықтарын баяндадық. T-shirt. Kazakh wool of the U.S. Yeah, and then we also have Medium. for the guys, for them, Which and one for you. Oh, thank you very much. Қуыс үйден құр шықпа деген қазақтың мақалын Сьюзан ханым жақсы білсе керек. Мұхиттың ар жағынан келген біздерге тарту таралғысын ұсынуда. Біз де қарап қалмадық. Сараға арнайы сыйлығым бар. Қазақ қыздары тағатын күміс әшекей бұйымның бірін сыйладым Сараға. Қазақтың көзіндей көріп жүрсін деген ниетпен. Оның көңілі босап кетті. Жанарына жас үйірілді. Oh, they're beautiful. Қазақстаннан. They're beautiful, Shana. Thank you. Сьюзан ханым мен Сараны көргенде менің көзім олардың мойындағы бір затқа түсті. Өте әдемі бұйым, қазақтың шаңырағы бейнеленген алқа. Америкаға келгенде дәл сондай мынандай қазақтың шаңырағы бейнеленген күміс алқа маған бұйырады деп ойламаппын. Қазір ғана бұны Сьюзан ханым мен Сара маған сыйға тартты. Бұндай зергерлік бұйымдарды америкалық отбасы әзірлейді екен. Содан түскен, осыны сатып, содан түскен қаражатты осы қазақ ауылының жандану үшін пайдаланады. Өте әдемі. Рахмет сіздерге. Other children and families that are like them. Ең бастысы олар қазақ ауылында бір-біріне ұқсайтындарын түсінеді. Өз халқының тарихын, мәдениетін білген сайын өздерінің қазақ екендерін абырой тұтады. Олардың рухани тұрғыдан күш-қуат алғандарына біз де қуанамыз. Олар тастанда танып, жат жұртқа кеткеніне қарамастан, ерік жігерлері мықты, төзімді. Қазақ балаларының жайлауда ұлттық құндылықтарға байланысты алған білімдері, өздерін рухы биік көшпенділердің ұрпағы екендерін сезінулері олардың болашағы үшін өте маңызды. Сара мен Сәкен бір-бірімен әлі де араласады. Олардың бір-бірінен көз жазбауы асырап алған мына кісілердің де арқасы екені сөзсіз. Небәрі 9 айлығында қазақ жерінен кеткен Сара бой жетті. Осыдан 5 жыл бұрынғы кездесуден кейін көп нәрсе өзгерген. Дегенмен оның бойындағы бір асыл дүние сақталыпты. Ол қазақ қызына тән ибалық, инабаттылық, сыпайылық, өз ұлтына деген адалдық, сүйіспеншілік. Америкалық қоғамның қанмен берілетін қасиетті жоюға күші жетпепті.
That's one. Америка сан ұлт сапырылысқан алып қазандық, бірақ әркім шыққан жерін, түбірін білет. Сол сияқты ақшқа қылған қазақстандық 7 мыңға жуық балғынды тамырын жоғалтпайды деп сенеміз. Қазақ жерінен келген біздерді көргенде жақыны келгендей жадырай түседі. Қан тартады деген қазаққа ғана тән қасиет пе? Мен Америкаға келіп осы сөздің қадірін қатты ұғындым. Қазақ балғындарының қиыла қараған жанарынан осыны сездім.